Тыңда, қателескен кезде не істейсің? Қателік сенің әлсіздігің емес. Сенің жасаған қателігің мақсатыңа жетер жолдағы баспалдақтың бірі ғана. Қателеспейтіндер ешқашан жолға шықпағандар. Тек сен ғана қателескен жоқсың. Қазір тірі жүрген әр адам кемінде бір рет сүрінген, бірақ соған қарап, ешкім адам болудан қалып қойған жоқ. Әр сүріну сені шыңдайды. Қателессең қайта тұр. Себебі Алла құлдың мінсіздігін емес, табандылығын бағалайды. Қателік өсуіңнің басы, жігеріңнің шыңы, арманың үшін күресіп жатқаныңның дәлелі.